Өсімдіктер. 3. Өсімдіктердің негізгі бөліктері. Сен өсімдіктерге сипаттама беріп, олардың тіршілік ортасын анықтайсың. Өсімдіктердің негізгі бөліктерімен танысасың. Жанды, жансыз табиғатты ажыратасың. Ағаш, бұта, шөптесін өсімдік. Жанды табиғат, жансыз табиғат. Кел, ойланайық. Суретте не бейнеленген? Оларды қалай топтауға болады? Суретте өзен табиғат көрінісі, мысық, бұлттар, торғай, ағаш, гүлдер, тастар, балық, қарлы тау шыңы. Білгенің жөн. Бізді қоршаған орта табиғат деп аталады. Ол жанды табиғат және жансыз табиғат болып бөлінеді. Тыңдайық. Жанды табиғатқа тірі ағзалар жатады. Олар өседі, тыныс алады, қозғалысқа түседі. Көбейеді, қоректенеді, тіршілігін тоқтатады. Жансыз табиғат өспейді, тыныс алмайды, жылжи алмайды, көбеймейді әрі қоректенбейді. Ойланайық. 2. Өсімдіктер қандай жерлерде өседі? Суреттер астындағы жазулар: еңлік гүл, жантақ, түймедақ, тұңғиық. Салыстырайық. 3. Өсімдіктердің 3 тобын салыстыр. Олардың ұқсастығы мен айырмашылығын айт. Өсімдіктер қандай белгілеріне қарай 3 топқа бөлінді? Сызбалардағы белгілеулер: ағаш, жапырақ, бұтақ, дің. Бұта, жапырақ, бұтақ. Шөптесін өсімдік, жапырақ, сабақ. Анықтайық. 4. Суретке назар аудар. Өсімдіктің бөліктерін ата. Тамыр қандай қызмет атқарады? Сабағы ше? Суреттегі бөліктер: тұқым, тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс. Тыңдайық. Өсімдіктің негізгі бөліктері: тұқым, тамыр, сабақ, жапырақ, гүл, жеміс. Тұқым арқылы өсімдік көбейеді және таралады. Тамыр өсімдікті топырақта бекітіп ұстайды. Өсімдік тамыр арқылы қоректенеді. Сабақ тамырдың топырақтан сіңірген қорегін өсімдік мүшелеріне жеткізеді. Өсімдік жапырақ арқылы тыныс алады. Гүл өсімдіктің жемісі мен тұқымы өсетін бөлігі. Гүлдің орнына жеміс пайда болады. Жеміс өсімдіктің өнімі. Салыстырайық. 5. Сыныптағы бөлме өсімдіктеріне назар аудар. Оларды басқа жансыз заттармен салыстыр. Айырмашылығын айт.